Егер де сендер мені жамағатта еске алсаңдар, мен сендерді одан да жақсы жамағатта еске алам деген құдси хадисі бар Алланың. Тәпсіршілер айтады, сендер мені жамағатпен еске алсаңдар, мен сендерді періштелердің, тақуалар мен салихалылардың ертең жиналған жерінде сендерді мен ұмытпаймын. Мен сөз жерде сендерді еске аламын деген сөз дейді. Бір адамдар жиналып алып, Алла тағаланың жалғыз екендігін мойындап, Аллаға бас иіп, Алланы ұлықтап көтерсе, сол жерді періштелер іздеп келіп, тауып алып, қоршайды екен. Қоршап, төбеге дейін, көкке дейін жеткен кезде, мыналар тарқайды екен. Тарқағанда періштелер де Алланың құзырына барады екен. Я Алла, сенің құлдарың сені ұлықтап, мақтап, пәктеп жатыр ғой. Біз соған куә болып келдік. Алла тағала, олар мені көріп па? Жоқ, Алла, сені олар көрген жоқ. А егер көрсеші? Көрсе одан да көбірек ұлықтап, одан да көбірек мақтап, кемшіліктен пәктеуші еді. Олар мені не жайында сұрап тұр? Сенің жәннәтіңді сұрайды, я Раббым Алла. Сенен жәннәт тілеп отыр бәрі отырған күйі. Олар ол жәннәтті көріп па? Жоқ, көрмеді. Егер көрсеші, онда одан да көп дұға қылып, жәннәтіңді көп сұраушы еді. Аллахумма, инни ас'алукал жанна. Алла, мен сенен жәннат сұрайым деп көп дұға жасаушы еді. Олар менен не жайында пана сұрайды, неден қорқады? Я Рабби, олар тозақтан қорқып тұр. Тозағымды көріп па? Жоқ, көрмеді. Көрсеші, көрсе одан да көп. Аллахумма, инни аузу бика мин азабин нар. Алла, мен сенен тозағының азабынан көмек сұрайым деп көп жатпай тұрмай дұға жасаушы еді. Онда, ей періштелерім, куә болыңдар. Сол мені көп болып еске алып отырған менің құлдарымның барлығының күнәсін мен кешірдім дейді екен ғой Алла. Періштелер айтады екен, я Рабби, олардың арасында мына бір жігіттер сияқты кездейсоқ, жай ғана мына ағаларымыз сияқты кездейсоқ, еске алуға емес, жай келіп отырып қалған бір кездейсоқ адамдар да бар ғой. Олардың жағдайы қалай болады деген кезде, Алла тағала мейірбан, мені еске алушылармен бірге отырған кездейсоқ адамдарда ешқашан жамандықта болмайды. О жерде тек қана жақсылық бар. Олардың да күнәсін солардың құрметіне кешіре салайын деп айтады. Алла тағала кешірімді, кешіргенде кімді кешіреді десең, өзін осылай жиналып еске алатын адамдарды кешіреді екенді. Қазір альхамдулилля мен ойлаймын, Алланың мейірімі түсіп кетті. Мен айтайын, бір жиналыста, бір мешітте, бір намазда, немесе бір уағыздарда бір адам жылады ма? Біліңіз, Алланың мейірімі сөз жерге түсіп қойды уже. Бір адам уағыздың ішінде көзінің жасын төгіп жаңа жылап жатыр ғой бауырлар. Жылады ма? Болды. Саған сол жеткілікті, мына жерге Алланың мейірімі түсіп қойған. Сол мейірімінен сіздерге де не болды? Үлесі тиді деп есептей беріңіздер, иншалла. Ал егер Алланың мейірімі түскен болса, онда бізге басқа не керек? Өткені пайғамбарымыз айтады, бірде бір адам өзінің амалымен жәннатқа кіре алмайды. Тек қана Алланың несімен кіреді дейді? Мейірімімен кіреді дейді. Рахымымен кіреді дейді. Міне Алланың рахымы жаңа осы жерге түсті деп ниеттенеміз. Сондай пайғамбардың жаңа хадисіндегідей деп біз сенеміз. Өткені бұл құдси хадис. Құдси хадис бұл Құран сияқты. Оған ешқандай шәк келтіруге болмайды.